Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы IP желілердегі адресация. IP адресация дегеніміз не? Бұл әрбір құрылғыға, компьютер, принтер, камера тағы сондай сияқты бірегей сандық мекенжай беру процесі. Бұл мекенжайлар арқылы желі ішіндегі құрылғылар бір-бірімен байланыса алады. IP желілердегі адресация желідегі құрылғыларды бірегей сәйкестендірудің негізі. Ол деректер пакеттерін дұрыс бағыттауды қамтамасыз етеді. Қазіргі желілердегі байланыстың тірегі IPv4 және IPv6 стандарттарын қамтиды. IP мекенжайы бұл бірегей цифрлық идентификатор. Желілік құрылғының бірегей цифрлық идентификаторы болып табылады. Ол ақпарат алмасу үшін логикалық орынды анықтайды. Мысалы ретінде 192.168.1.1 бұл IPv4 адресінің мысалы болып табылады. IPv4 адресациясы жалпы алғанда 4 саннан тұрады, 0 мен 225 аралығында. Және оның барлығы нүктемен белгіленеді. 4 октеттен тұрады, 32 биттік мекенжайлардан құралған, форматы нүктелі ондық форматқа жазылады. Мысалы ретінде 192.168.1.1. Шектеулі саны, яғни шамамен 4 миллиард бірегей мекенжайы бар. Мекенжай тапшылығына байланысты IPv6-ға өту қажет. Қосалқы желілер бұл жерде желіні бөлу, үлкен желіні кішіге басқарылатын сегменттерге бөлу, трафикті азайту, желілік трафикті азайтады, қауіпсіздікті арттырады. Classless interdomain routing мекенжайды тиімді пайдалану. Бұл жерде маска мекенжай жалпы маскамен анықталады, яғни 24 мекенжайымен. IP адрестің екі негізгі бөлігі бар. Бұл жерде Network ID және Host ID. Network ID деп отырғанымыз желі адресі, яғни қай желіге жататынын көрсетеді. Host ID, яғни host адрес желідегі нақты құрылғыны көрсетеді. IP мекенжай түрлеріне тоқталатын болсақ, жеке, қоғамдық, арнайы адрестер бар. Жеке деп отырғанымыз private, яғни бұл IP адрес жергілікті желіде қолданылады, интернетке тікелей шықпайды, NAT арқылы шығарылады. Ал қоғамдық IP адрестерге келетін болсақ, интернетте ашық қолданылады, провайдер бар және әр құрылғыға бірегей IP алады. Ал арнайы адрестерге келетін болсақ, олар өз-өзіне қосылады. IPv6 адресациясы бұл жерде 128 биттік мекенжайлардан тұрады, 8 топ 16-лық саннан тұрады. Үлкен диапазоны көрсетілген. Тапшылықты шешу барысында мекенжай тапшылығын толығымен шешеді. Қауіпсіздік бұл жерде автоконфигурация және IP securation қауіпсіздігі кірістірілген. IP мекенжайды тағайындау. Бұл жерде IP мекенжай бізде екі түрлі жолмен тағайындалады. Динамикалық тағайындау, яғни DHCP арқылы, одан кейін статикалық тағайындау. Динамикалық тағайындау деп отырғанымыз сервер IP мекенжайларын автоматты түрде тағайындайды. Бұл желіге қосылуды жеңілдетеді, қателіктерді азайтады, көптеген құрылғылар үшін стандартты тәсіл болып табылады. Статикалық тағайындау, желі әкімшісі IP мекенжайын қолмен тағайындайды, серверлер желілік принтер үшін қолданылады, тұрақты желілік қызметтерді қамтамасыз етеді. Қорытынды, IP адресациясы қазіргі цифрлық байланыстың негізі. Ол деректерді дұрыс бағыттау мен жеткізуді қамтамасыз етеді. IPv4-тен IPv6-ға өту желінің болашағы үшін маңызды қадам болып табылады. Бұл тиімді желілік инфрақұрылымның маңызды компоненті болып саналады.